Тхапки әкесінің қаржылай қиындыққа тап болғанын білгенде, оған қол ұшын созудың жолын іздейді. Сөйтіп, тағдыр тәлкегіне ұшырап, өзі кие алмай қалған той көйлегін сатып, аз да болса отбасының жүгін жеңілдетпек болады. Жанына Шупты ертіп алып, көйлекті өткізуге аттанады. Үйге қайтып келген сәтте Шупқа поштадан бір хат табысталады. Ал Тхапки үйдің табалдырығын аттай бергенде, іштен шыққан айқай-шудан бірден селк ете түседі. Үйде Дивакардың атанасы шу шығарып, болмай қалған тойға жұмсаған шығындарын өтеуді талап етіп жатыр екен. Осыны көрген Тхапки әкесіне олардың сұраған сомасын беруді өтінеді. Ақыры ақша қайтарылып, Мишра отбасы үйлеріне кетеді. Алайда бұл жағдай Тхапкидің жүрегіне ауыр тиеді. Ол өзін бәріне кінәлі сезініп, бөлмесіне кіріп алып, көз жасына ерік береді. Отбасы мүшелері оны жұбатуға қанша тырысқанымен, Тхапкидің жан жарасын басу оңай емес еді. Дәл сол сәтте Шупқа келген хат естеріне түседі. Тхапки конвертті ашып оқығанда күтпеген жаңалыққа тап болады. Белгілі болғандай, Шуп ешкімге айтпай, Тхапкидің атынан 365 телеарнасына жұмысқа түсуге резюме жіберген екен. Енді сол арна Тхапкиді тағылымдамадан өтуге шақырыпты. Бұл жаңалыққа бүкіл отбасы қатты қуанады. Себебі Тхапки журналист Друвты ерекше құрметтейтін әрі дәл осы телеарнада жұмыс істеуді көптен бері армандайтын. Бірақ соңғы оқиғалардан кейін оның өзіне деген сенімі мүлде жоғалып кеткен еді. Сол себепті Тхапки ешқайда бармайтынын айтып, үзілді-кесілді бас тартады. Алайда дәл сол кезде теледидардан Друвтың дауысын естіп қалады. Сол бір сәт оның жүрегіне үміт сыйлап, ойын өзгертеді. Ақыры Тхапки бұл мүмкіндікті жіберіп алмауға шешім қабылдайды. Келесі күні таңертең анасы Пунаммен бірге жолға шығып, Джанакпурға келеді. Бірақ қалаға аяқ басқан бетте такси жүргізушісімен келіспеушілік туындайды. Бақытына қарай, сол маңнан өтіп бара жатқан бір мейірімді әйел көмекке келіп, мәселені шешіп береді. Осылайша Тхапки мен Пунам жаңа үйлеріне жетеді. Үйге кірген соң, заттарын реттеп, жаңа өмірге бейімделе бастайды. Кешке көршілері Ниме арнайы тамақ әкеліп, жаңа қоныстарымен құттықтап кетеді. Келесі күні Тхапки алғашқы кастингіне асығып шығады. Алайда жолда үлкен кептеліске тап болып, уақытынан кешігіп бара жатқанын түсінген соң, жаяу жүгіріп кетеді. Кеңсенің алдына жеткен сәтте кенеттен бір көлік келіп, оны қағып кетеді. Тхапки аяғын ауыртып алады. Абыр-сабырдың ішінде жұмысқа шақырту қағазында байқамай жерге түсіріп кетеді. Соған қарамастан кеңсеге асығыс кіріп келеді. Қарапайым лифтке сыймай қалған соң, байып лифтке мінбек болады. Дәл сол сәтте Друв келіп, оған еш кедергісіз кіруге рұқсат береді. Лифт ішінде екеуі бір-біріне аса мән бермейді. Ал Тхапки шақырту қағазын іздеп, әбігерге түсіп жүргенде, оны бір жігіт алып келіп береді. Сол кезде ғана жаңа өзін көлікпен қағып кеткен адамның дәл осы Друв екенін біледі. Тхапки кастинг бөлмесіне кірген соң, оған арнайы мәтін беріледі. Сол уақытта Сакши Друвқа келіп, онымен жақындасуға тырысады. Бірақ Друв оның әрекетіне еш жауап қатпай, егер сөйлесетін болса, тек жұмыс жайында ғана сөйлесуін сұрайды. Осыған ашуланып тұрған Сакшидің дәл қасында Тхапкидің телефоны шыр ете қалады. Ашуға булыққан Сакши Тхапкиге сыртқа шығып кетуін айқайлап бұйырады. Біраздан кейін Тхапкидің кезегі келеді. Ол камераның алдына шығып, мәтінді оқи бастағанда қатты толқып, қайтадан кекештеніп қалады. Мұны көрген Сакши мазақтап күліп жіберіп: «Сен бұл жерге қандай оймен келдің?» деп оның жұмысқа шақырту қағазын көз алдында жыртып тастайды. Бірақ Тхапки берілмейді. Ол соңына дейін қалып, өзіне тағы бір мүмкіндік беруін өтінеді. Осы көріністің бәрін сырттай бақылап тұрған Друв, оның қайсарлығына назар аударады. Көп ұзамай Друвқа шұғыл түрде маңызды ақпарат қажет болады. Сол ақпаратты өзгелерден бұрын тауып берген дәл Тхапки еді. Друв жаңалықтар эфирінде дәл сол ақпаратты пайдаланады.
Мұны көрген Сакши іштей қатты ашуланады. Ал Друп болса Тхапкиді өз кабинетіне шақырып, оның табандылығы мен қабілетін бағалап, ресми түрде тағылымдамадан өтуге қабылдайды. Бұл жаңалықты естіген Тхапкидің қуанышында шек болмайды. Ал бұл уақытта Кришнаканттың жағдайы барған сайын қиындай түседі. Оның кәсібі күйреп, кеңсесін жабуға мәжбүр болады. Компаниясы банкротқа ұшыраған еді. Осы жағдайдың куәсі болған Адити бәрін өз көзімен көреді. Бірақ көп ұзамай Пунам қуанышты жаңалығын айтып келгенде, Адити әкесінің банкрот болғанын жасырып, ештеңе болмағандай кейіп танытады. Кешке Ними тағы да арнайы келіп, Тхапкидің жаңа жұмысы қалай басталғанын сұрап, оған сәттілік тілейді. Келесі таң Тхапкидің алғашқы жұмыс күні еді. Бірақ ұжым оны жылы қарсы алған жоқ. Әсіресе Сакши Тхапкиді мүлде жақтырмайтын. Сол себепті оны журналист емес, қарапайым даяшы секілді жұмсап, бүкіл қызметкерлерге шай мен кофе тасуды бұйырады. Тхапки еш қарсылық білдірмей, бәріне шай мен кофе таратып шығады. Бірақ оның еңбегіне алғыс айтудың орнына әріптестері оны келемеж деп мысқылдап қана қояды. Шынымды айтсам, осы сәтте Тхапкиге қатты жаным ашыды. Көп ұзамай Сакши тағы да әдейі тапсырма беріп, Друпқа кофе апаруды бұйырады. Тхапки оған сүт қосылған кофе дайындап апарады. Алайда Друптың сүтсіз ғана кофе ішетінін білмейтін еді. Біраздан кейін өзін әдейі шатастырғандарын түсінген Тхапки кофені Друпқа бермей, өзі ішіп қояды. Ал Сакши осыны пайдаланып, Друптың алдында Тхапкиді тағы да келемеждеп, оның қолынан ештеңе келмейтінін айтып масқаралауға тырысады. Бірақ мұнымен де тоқтамайды. Ол Тхапкидің артына әдейі желдеткіш қойып қояды. Жел көтерілгенде, Тхапкидің қағаздарының бәрі ұшып барып, тура Сакшидің үстіне шашылады. Сол сәттегі ыңғайсыз жағдайдың тағы да куәсі болған адам Друп еді. Тхапки қайта-қайта кешірім сұрағанымен, жағдайды түзету оңай болған жоқ. Ал осы уақытта оқиға желісі бізді Чутки мен Притидің ғибадатханаға келген сәтін көре аламыз.